Біздің жобаның тақырыбы Қазақстандық күн электростанцияларының жобасын жасау. Орындағандар Қахар Гүлзада, Бейсенбекова Жұлдыз, Жарылқасын Айдана, Болат Айгүл, сосын Төкенбек Сұлтан. Жалпы біз бұл жобаны орындау барысында келесіде ақпараттарға шолу жасадық. Яғни жерге түсетін күн энергиясының потенциалы жел энергиясының потенциалынан 5000 есе және гидроэнергияның потенциалынан 1500 есе көп екені бізге анық. Бұл ретте қоршаған ортаның экологиясына зиян келтірмей, жерге түсетін барлық күн энергиясының 1,5%-ын пайдалануға болады. Жер бетіндегі күн радиациясының қуаты 1,74 көбейтілген 1024 ватт болатыны белгілі. Бұл жылына 5,4 көбейтілген 1024 дәрежесі джоуль энергияға тең. Бұл дегеніміз 6,9 көбейтілген 1023 дәрежесі джоуль деп бағаланатын органикалық отынның әлемдік қорларынан 10 есе, немесе ғасырдың аяғына дейін болжанған әлемдік энергия тұтынудан 1000 есе көп. Жалпы фотоэлектрлік жүйелердің табиғи ортаға әсер етуі әдетте минималды және сапалы деп саналады. Фотоэлектрлік жүйелер экологиялық тұрғыдан ең тартымды жаңартылатын энергия көздерінің бірі болып табылады. Жалпы бұл тақырыптың өзектілігі өндірілген үлес пен тұтынылатын энергия үлесі туралы статистикалық мәліметтерде айқын көрінеді. Соңғысы бұрынғыдан едәуір асады. Энергиямен жабдықтау тапшылығы барлық жерде сезіледі. Ақпараттық энергетикалық агенттіктің деректері бойынша 1990 жылдан бастап 2007 жылға дейін электр энергиясын тұтыну 40%-ға ұлғайды, ал алдағы 25 жылда тұтынудың тағы 50%-ға ұлғаюы болжанып отыр. Тіршілікті қамтамасыз етудің заманауи технологиялары көбірек энергияны қажет етеді. Кез келген тиімді энергия көзі яғни ретінде қарастырылады. Әрине күн ол тиімді энергия көзінің тізіміндегі бірінші орынға ие энергия түрі болып табылады. Жалпы қазіргі уақытта күн қондырғыларын практикалық түрде қолдану бірқатар шешілмеген мәселелермен байланысты. Ол мәселелерді айтып өтсек, біріншісі заңнамалық базаның болмауы, екінші ақпараттың жеткіліксіздігі, үшінші жаппай өндірістің болмауы, төртінші дамуды ынталандыруға мемлекеттік және жеке инвестициялардың шағын көлемі, яғни ақшалай бөлінбеуі, және де бесіншісі ол монтаждың қате болуы, яғни осы құрылғыларды қате орнату болып табылады. Жалпы біздің жобаның бірінші тақырыбы ол Қазақстан Республикасының энергетикалық потенциалы. Қазақстан Республикасының энергетикалық потенциалы ол біздегі энергетикалық ресурстар, оларға мұнай, газ, көмір, уран жатады. Және Қазақстан осы ресурстарға өте бай және әлемдегі ірі энергетикалық елдердің бірі болып табылады. Шамамен есептеулер бойынша мұнай, көмір және газдың жалпы қоры 13 миллиард тонна мұнай баламасын құрайды. Бұл көрсеткіштер республикаға әлемнің алғашқы ондығына кіруге мүмкіндік береді. Бірақ отын энергетикалық ресурстар республика аумағында біркелкі бөлінбейді. Пайдаланылатын көмір кен орындарының 100% орталық және шығыс солтүстік өңірге берілсе, 90%-тен астамы шығыс және оңтүстік шығыс өңірде, ал мұнай мен газдың 90% Батыс Қазақстан аймағында орналасқан. Маркетингтік талдамалық зерттеулер орталығы деректер бойынша энергиямен жақсы қамтамасыз етілгеніне қарамастан, республиканың белгілі аудандарында электр энергиясының тұрақты тапшылығы 2009 жылдан бері орын алып келеді. Қазақстан Республикасында энергия тапшылығы проблемасын жоспарлы шешу өңірлер бойынша энергияны неғұрлым теңгерімді бөлу және қосымша қуаттар құру болып табылады. Жаңартылатын энергия көздері негізіндегі энергия көздерін пайдалануға енгізу есебінен Қазақстан Республикасы энергетикалық секторының құрылымын жетілдіру жоспарлануда. Келесі слайд. Күн энергиясы Қазақстан аумағының 60%-тік дерлік аумағында пайдалануға болады. Ел аумағының недәуір бөлігі, бірінші суретте келтірілгендей, күн энергиясын пайдалану үшін өте қолайлы климаттық жағдайларға ие. Оңтүстік өңірлерде көлденең бетіндегі күн ағынының ұзақтығы орта есеппен күніне 6,4-7,5 киловатт сағатты
сағатқа дейін құрайды. Тиісінше бұл күн энергиясын кеңінен қолдану мұнда маңызды экономикалық мәнге ие болуы мүмкін. Қазақстанда электр энергиясының негізгі тұтынушысы өнеркәсіп 68%, үй шаруашылығынан кейін 8%, сондай-ақ қызмет көрсету секторы 7%, көлік 5% және ауыл шаруашылығы 12% болып табылады. Ауыл шаруашылығында энергияны аз тұтыну ең алдымен бұл нысандардың орталықтандырылған электр желілерінің алыстауымен түсіндіріледі. Келесі. Алматы облысында айлар бойынша тікелей және шашыранды күн радиациясы және сыртқы ауа температурасы. Шалғайдағы тұрғын үй объектілерінің энергия тапшылығы деңгейін төмендету үшін шағын энергетика деп аталатын, яғни қуаты аз күн электр қондырғылары мен объектілерді автономды электрмен жабдықтауды дамыту қажет. Энергияның өткір тапшылығы Алматыдағы Қазақстан Республикасындағы ірі мегаполисінде сезілуде. Бұл аймақты таңдаудың негізі сол аймақтағы күн радиациясы сияқты климаттық көрсеткіштер болып табылады. Оқшаулаудың нақты мәні күн электр станциясы орнатылатын аймаққа байланысты. Мысалы, Алматы қаласы үшін жыл ішіндегі орташа ең жоғары инсоляция 1175 ватт-сағат бөлінген метр квадратқа тең. Бірінші кестеде осы жер үшін метеорологиялық бақылаулардан алынған айлар бойынша оқшаулау туралы ақпарат келтірілген. Мына кестеде көріп тұрғандарыңыздай 12 ай және соған байланысты тікелей және шашыранды күн радиациясы және сыртқы ауа температурасы көрсетілген. Келесі слайд. Қазақстан Республикасының негізі жаңартылатын энергия көздерін пайдалану, ол тек қана энергетикалық жағынан ғана емес, әрі сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекет қойған бірінші дәрежелі маңызды мақсаттармен де байланысты. Алайда Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін серпінді игеру бірқатар кедергілермен тоқтатылады. Олардың негізгілері болып мыналар табылады: қаржылық кедергілер, ақпараттық кедергілер және институционалдық кедергілер. Қаржылық кедергілерге тоқталып кететін болсам, алдымен мемлекеттік және шетелдік материалдық құралдардың жеткіліксіз деңгейі. Яғни бұл жерде дәстүрлі емес электр көздерін енгізудің белсенді прогресіне мүдделі қазақстандық компаниялар өздерінің материалдық құралдары бойынша инвестициялар негізінде дәстүрлі емес энергия көздерін пайдалану жөніндегі жобаларға демеушілік етудің материалдық құралдарына қолжетімділікке ие. Екінші, сұраныстың қанағаттанарлық мөлшерінің болмауына байланысты арнайы жабдық жүйесінің айтарлықтай құны. Ақпараттық кедергілерге технология және оларды пайдалану потенциалы туралы қолжетімді білімнің жетіспеушілігі және де жаңартылатын энергетиканы енгізу және пайдалану бойынша көрсету орталықтары санының қанағаттансыздығы. Келесі. Келесі екінші тақырып, ол күн энергетикасы және күн электр станцияларының түрлері. Бізде екінші тақырып күн энергетикасы және күн электр станцияларының түрлері. Жалпы күн энергиясы дегеніміз ол әртүрлі формада энергия алу үшін күн ағынының тікелей қолданылуы болып табылады. Энергияның бұл түрі дәстүрлі емес энергия көзін пайдаланады, ол экологиялық таза, яғни зиянды заттарды шығармайды. Күн энергиясын пайдаланудың негізгі бағыттары: күн энергиясының әртүрлі заттар мен нысандарды электрмен жабдықтау үшін және сондай-ақ тұрғын үйлерді жылыту, ыстық сумен қамтамасыз ету және суды тұщыландыру, кептіру және басқа да технологиялық мақсаттар үшін электр энергиясына айналдыру болып табылады.
жалпы күн электр станцияларынан күн энергиясын электр энергиясына тікелей айналдырады. Оның екі түрлі жолы бар. Бірінші фотоэлектрлік күн электр станциялары, ол фотоэлектрлік қондырғының көмегімен күн энергиясының электр энергиясына тікелей айналдырады. Екінші термодинамикалық күн электр станциялары, бұл күн энергиясын жылуға, содан кейін электр энергиясына айналдырады. Термодинамикалық күн электр станциясы ол қуаты фотоэлектрлік күн электр станция қуатымен салыстырғанда жоғары болып келеді. Екінші слайд. Жалпы оның фотоэлектрлік күн электр станциялары, электр станцияларының негізгі компоненті күн батареялары болып табылады. Бұл компоненттер жартылай өткізгіш материалдардың жұқа қабықшаларынан, негізгі кремнийден жасалады. Олар күн сәулесін тікелей электр тоғын күн сәулесінен электр тоғын тікелей шығара алады. Фотоэлектрлік панельдер сенімділігіне, тұрақтылығына байланысты ерекше, ал жұмыс мерзімі іс жүзінде шектеусіз болып табылады. Олар күн радиациясының барлық түрлерін түрлендіруге бейім. Жалпы фотоэлектрлік панельдердің кемшілігі олардың сатып алу кезіндегі салыстырмалы түрде шығындары үлкен және пайдалы әсер коэффициентінің төмен деңгейі болып табылады. Фотоэлектрлік панельдер электр энергиясын аз тұтынатын автономды нысандарды энергиямен қамтамасыз ету, радионавигациялық және радиоэлектрондық жабдықтарды зарядтау және энергияны аз тұтынатын жетекті тәжірибелі электр көліктері мен әуе құралдарын пайдаланады. Жақында олар тұрғын үй нысандарын электр және жылумен қамтамасыз етуге пайдалануды көздеп отыр. Жылумен қамтамасыз ететін күн электр станциялары жалпы жылумен жабдықтаудың гелиоэлектростанцияларының құрылымында жарықты сіңіретін жылу алмасу элементтері бар. Олардың сіңіру қабілеті оларға түсетін күн сәулесінің 96%-на дейін сіңіре алады. Бұл элементтер қарапайым күн сәулесімен 180 градусқа дейін және одан да көп градусқа қыза алады. Бұл элементтер қарапайым бу қазандарында суды буға айналдырады. Бұл турбинасында тиімді жылу жабық процесті қамтамасыз етеді. Бұл турбинасы бар, қондырғысы бар, оның тиімділігі 20%-ға дейін жетуі мүмкін. Жалпы аэростатты күн станциялары құрылысының негізгі идеясы осы әсерге негізделген. Күн электр станциясының бұл түрінде аэростат цилиндрлі су буымен толтырылған энергияның бастапқы көзі ретінде қызмет етеді. Жалпы бұл цилиндрдің беттері күн сәулесінің ағынын өткізуге бейім, ал ішкі беті жарықты сіңіретін селективті материалдардан жасалған. Және цилиндрдің негізгі градусы 150-180 градус аралығында қыза алады. Екінші бетте күн энергиясын өндірудің көптеген әдістері бар. Егер барлық кедергілер жойылса, электр станциясының бұл түріне сұраныс шексіз болуы мүмкін. Жаңашыл шешімдердің арқасында шалғай орталықтандырылмаған өңірлерді энергиямен жабдықтауды қиындататын бірқатар кедергілерден өтуге, ірі қалаларды дәстүрлі көздерді пайдалану үлесін азайтуға және зиянды заттар қалдықтарының қоршаған ортаға зиянды әсерін болдырмауға болады. Жалпы күн электр станцияларының негізгі келесі түрлерге бөлінеді. Бұлар мұнара түріндегі күн электр станциясы, тәрелке типтес күн электр станциясы және фотомодельдерді пайдаланатын күн электр станциялары, параболалық концентраторларды қолданатын және аралас аэростатты мобильді күн электр станциялары болып бөлінеді. Жалпы мұнаралар типіндегі және параболалық концентраторлары бар күн электр станциялары өте жоғары қуатты электр станцияларының желісіне қосылған шағын емес кешендердің жиынтығында жоғары өнімділікпен жұмыс істейді. Ал тақтайша түрінің құрылымы панельдерден жасалған және бөлек жұмыс істей алады және жиынтық қуатты бірнеше мегаватт жүйелермен жұмыс істейді. Модернизацияланған автономды күн электр станциялары шағын және кішігірім тұрғын үйлерді орталықтандырылмаған электрмен жабдықтауда кеңінен қолданылады.
олардың қозғалу қабілеті мен кішкентай өлшемдеріне байланысты. Мұнара және табақ түріндегі электр станциялары гелий ағынның электр энергиясын түрлендірудің жоғары тиімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді және параболалыққа қарағанда шығыны аз. Сондықтан олар жақын арада электрмен жабдықтау құралы болуы әбден мүмкін. Екінші бізде мұнара түріндегі күн электр станциялары, күн радиациясын электр энергиясын айналдыратын мұнара түріндегі күн электр станциялары белестатты шағылстырғыш гироөрісі қолданылады. Олардың міндеті орталықта орнатылған және суретке сәйкес маяктың жоғары жағына орнатылған қабылдағышқа күн ағынын жинау. Ол күн энергиясын сіңіреді және турбогенераторды жұмыс күйіне келтіреді. Барлық айналардың орнын қабылдағышқа гелий ағынын тұрақты бағыттау мақсатында және модульдердің бұрылысымен көлбеуін тиісті түрде бағыттайтын орталықтандырылған компьютер басқарады. Жалпы айналымдағы сұйықтық күн сәулесінің ағынын қабылдайтын құрылғыда сұйықтық жылуды ауа су тамшылары ретінде жылу жинағышқа тасымалдайды. Бұл генератор турбинасын айналу күйіне келтіреді және электр тоғының пайда болуы басталады. Әйтпесе ол өндірістік процестерде тікелей қолданылады. Қабылдағыштағы температура 529 градустан 1483 градусқа дейін өзгере алады. Әрбір күн электр станциясының кемшілігі, егер бұлтты аспан болса және күндізгі уақытта өндірістің толық болмауы болса, оның өндірілетін қуаты төмендейді. Бұл қиындықты шешу үшін судың орнына жоғары жылу сыйымдылығы бар тұзды жылу тасымалдағыш ретінде пайдалану ұсынылады. Жалпы балқытылған екінші бізде тарелке типті түрдегі күн электр станциялары. Бұл күн электр станциясы өндіру механизмі мұнара түріндегі күн электр станциясына ұқсас электр энергиясын алу принципіне негізделген. Бірақ станцияның дизайнында айырмашылықтар бар. Суретке сәйкес күн электр станциясы жеке модульдерден жасалған. Модуль қабылдағыштың және шағылстырғыштың фирмалық құрылымы бекітілген қолданудан жасалған болады. Қабылдағыш шағылстырғыш құрылғыда белгілі бір қашықтықта орналасқан және күн сәулесінің шағылысқан ағындары оған бағытталған. Қабылдағыштағы сұйықтықтың температурасы 1000 градусқа дейін жетеді. Және қабылдағышқа қосылған орташа қозғалтқыш генератор арқылы электр энергиясын өндіру үшін тікелей қолданылады. Келесі тақырып фотоэлектрлік панельдерге негізделген күн электр станциялары. Жалпы қазіргі уақытта бұл станцияның түрі ең қолданыстағы күн электр станциясы болып табылады. Яғни бұл артықшылығы кез келген жерде шағын аймақтарда орналастыруға ыңғайлы. Яғни жеке коттедждерде, пансионаттарда, санаторияларда, өндірістік ғимараттарда күн энергиясын қамтамасыз етуге жеткілікті. Яғни өте қолайлы, компактный деп айтсақ та болады. Және осы бұл жерде панельдердің әртүрлі өздеріне жеке тән қуаттылықтары болады. Әрқайсысына әртүрлі энергия өндіріліп шығарылады. Екіншісі ол параболалық концентраторларға негізделген күн электр станциясы. Осы типтегі жұмыс істейтін күн электр станциялары ол тасымалдағыштың температурасын турбогенераторларда қолдануға болатын параметрлерін қажетті күйіне жеткізуге мүмкіндік береді. Суреттері схемаға сәйкес, фирмалық құрылымға сәйкес парабола типтес ұзын айна орнатылады, ал параболаның ортасына жылу тасымалдаушы ретінде түтік орнатылады. Яғни осы түтікше арқылы май жіберіледі, әдетте май қыздырылып турбогенераторға түседі. Осылайша күннен энергия алынып отырады. Және бұл типтегі күн электр станциясының қамтамасыз етудің гелия техникаларының ішінде ең жоғары дамығандығы және ауқымды жобаларға қатысуға ыңғайлы болып табылады. Суретте параболалық типтес күн электр станциясы көрсетілген, жұмыс істеу схемасы. Одан кейін стилин қозғалтқышына негізделген күн электр станциясы. Жалпы күн электр станциялардың бұл түрі
алдыңғы түрмен сәйкес жұмыс істеу принципі ұқсас, бірақ оларда түтіктің орнына стерлинг қозғалтқышы орнатылады. Яғни иінді механизмді қолдануға қоспағанда поршеннің өзгерудің электр энергиясына тікелей түрлендіретін стерлинг қозғалтқышы орнатылады. Және бұның нәтижелігі 31-25%-ке дейін жетеді. Және бұл жерде пайдаланылатын элементтің рөлін сутегі немесе гелий атқарады. Мына жерде суретте көрсетілген бұл стерлинг қозғалтқышының негізгі электр станциясы. Одан кейін аралас күн электр станциялары. Және бұл типтегі күн электр станциялары суретте негізінде көрсетілген. Және бұл станцияның ерекшелігі бұл атап тұрғандай түрлері әртүрлі болып келеді. Мысалы, парабола типтесте болуы мүмкін, фотоэлектрлік панельдерде түрі болуы мүмкін, яғни аралас болып табылады. Көбінесе техникалық қажеттіліктер үшін ыстық сумен, жылумен қамтамасыз ету үшін қолданылатын күн электр станциялары болып табылады. Одан кейін бізде аэростатты күн электр станциялары. Гелиоэнергетиканың дамудың бәсеңдететін ең басты негізгілердің бірі ол осы қондырғылардың орнату мақсатында орынды табу. Яғни нақты энергияны жақсы алатын аймақты табу ең маңызды мәселе болып табылады. Жалпы электр энергиясын өте үлкен көлемде өндіру үшін 1 000 000 киловатт қуат қажет етеді. Бұл пәкі шамамен 10% болатын күн электр станциясы болып табады. Яғни тәулік бойы жұмыс істеу керек болып табады. Бұл қиындықтың ең жақсы шешімі құрлықтан 5 есе асатын теңіздер мен мұхиттар бетіне күн электр станцияларын орнату болып табады. Жалпы осы жерде аэростатты күн электр станциясының жұмыс істеу схемасы төменде суретте көрсетілген. Бұл турбинасымен жұмыс істеудегі аэростат баллонның сыртқы бөлігін күн сәулесі ағынынан сіңіруіне және баллондағы осы су буу есебінен температураны жеткізуге негізделеді. Қазіргі таңдалған сіңіргіш элементтер температурасын күннің тікелей шашыраған сәулелерін 200 градусқа дейін немесе одан да көп көтере алады. Яғни бұл екі қабаттан тұрады. Бірінші қабатта мөлдір қабат күн сәулесінің өтуіне мүмкіндік береді. Екінші қабат сүңгуір қабаты болып табылады. Яғни бұл күн радиациясының 150-180 градусқа дейін көтеруге мүмкіндік береді. Бұл аппараттың негізгі авторшылығы аэростатты су буының қоры есебінен бу турбинасының түнде үздіксіз өндіруіне, яғни күндіз түні бойы күн энергиясын өндіруге деген ерекшелігі бар. Келесі Гүлзада Қорғайсың. Тақырыбым осылай. Автономды күн электр станциясы. Суретте автономды электрмен жабдықтау жүйесінің схемасы көрсетілген. Келесі слайд. Күн батареялары. Күн модульдері кремний кристалдарынан жасалған батареялардан тұрады. Тағайындалған аймаққа байланысты күн модульдері әртүрлі құрылымдық шешімдерге және әртүрлі қуат параметрінің мәндеріне ие болуы мүмкін. Автономды нысанды энергиямен қамтамасыз ету үшін күн батареялары қолданылады. Күн батареялары фотоэлектрлік модульдерді жасау әдісінде сәйкес бірнеше түрге бөлінеді. Қазіргі уақытта ең көп қолданылатыны бұл фотоэлементтердің монокристалды, поликристалды және аморфты кристалындағы кремний атомының бөлшектерінің құрылымына сәйкес күн элементтерін бөлу. Келесі слайд. Монокристалды фотоэлектрлік модульдер. Бүгінгі күнде монокристалды кремнийге негізделген күн батареялары ең жақсы өнімділік көрсеткіштеріне ие және олардың қызмет ету мерзімі шамамен 25 жыл. Монокристалды кремний фотоэлектрлі модульдерінің тиімділігі 14-17% құрайды. Монокристалды модульдер қою қара түсімен сипатталады және қатты кремний кристалдарынан тұрады. Келесі слайд. Поликристалды фотоэлектрлік модульдер. Поликристалды кремнийге негізделген күн батареялары күн модульдері үшін кеңінен қолданылатын элементтердің бірі болып табылады. Олардың пайдалы әсер коэффициенті 10-12% құрайды. Поликристалдан жасалған кремний модульдері біртіндеп салқындатылған кремний балқымасынан алынады. Бұл әдіс аз энергияны қажет етеді және сәйкесінше батареялар арзан бағамен ерекшеленеді. Поликристалды күн панельдері үшін алынған кремний ашық көк түске ие. Келесі түрі ол аморфты кремнийден жасалған,
модульдердің ерекше артықшылығы ол олардың негізінің материалы кез келген мөлшерде үйілу мүмкіндігі. Аморфты кремнийлі батареялар булану фазасының техникасы әдісімен дайындалады. Осы әдіспен алынған ең жұқа кремний пластинасы материалға негізге қойылады және қорғаныс мақсатында қабатпен жабылады. Осыған байланысты бұл батареяларды жұқа қабатты аккумуляторлар деп атайды. Келесі слайд. Осы слайдта монокристалды және поликристалды күн батареяларын көруге болады. Келесі слайд. Онда да сәйкесінше монокристалды, поликристалды және тонкопленочный деген аморфты күн батареялары көрсетілген. Электр энергиясын өндіру кезінде фотоэлектрлік панельдердің негізгі еріксіз энергия шығындарының себептері келесідей болады. Бірінші, фотоэлектрлік панельдердің бетінен түсетін күн сәулесінің шағылысуы. Келесі, кванттық бөлшектердің шамадан тыс энергия құрылымын жылу толқындарына шашыратуы. Үшіншісі, түрлендіргіш құрылғы ішіндегі қарсылық. Келесі, сәулеленудің белгілі бір бөлігін сіңірместен фотоэлектрлік панельдер арқылы енуі. Фотоэлектрлік панельдер көлемінде және сыртқы бетінде рекомбинацияланатын фотожұптардың пайда болуы және басқа да физикалық процестер. Енді энергия шығынын төмендетудің жолдарын айтатын болсақ, онда тыйым салынған аймақтың күн сәулесі үшін оңтайлы диапазоны бар жартылай өткізгіштерді қолдану. Негізгі сіңіру жолағынан тыс күн спектрінің ұзын толқындар ауданында мөлдір фотоэлектрлік панельдер әзірлеу. Үшіншісі, жартылай өткізгіш құрылымының қасиеттерін, оның кіріктірілген электр өрістерін қалыптастыру арқылы мақсатты түрде жақсарту. Құрылысына байланысты фотоэлектрлік панельдер сипаттамаларын жетілдіру және тағы да басқа жолдар. Келесі слайд. Келесі тақырып бізде ол күн батареялары бар төмен қуатты фотоэлектрлік жүйелер. Жалпы біз бұл жерде күн электрмен жабдықтау жүйесін таңдаған болатынбыз. Бұл кешеннің жұмысын анықтайтын негізгі үш мәселе бар. Біріншісі ол күн электр станциясының ең жоғары шығу қуаты, яғни киловатт, тек инвертордың қуатымен анықталады, және күндердің санына, батарея сыйымдылығына байланысты емес. Бұл параметр сіздің жүйеңізге бір уақытта қоса алатын электр құрылғылардың максималды санын анықтайды. Екінші мәселе ол күн сәулесі болмаған кезде үздіксіз жұмыс уақыты аккумуляторлық батареялардың сыйымдылығымен анықталады және қосылған электр аспаптарын тұтыну қуатымен ұзақтығына байланысты болады. Үшінші мәселе ол батарея станциясының зарядтау жылдамдығы, яғни киловатт сағат күн батареясының қуатына байланысты. Қуатты күн батареясы оны орнату үшін үлкен аумақты алатындығын ескеру қажет. Сондай-ақ, егер батареяның толық күн сәулесі күннің шектеулі уақыты болса, онда батарея сыйымдылығының 0,15-0,3 аралығында болатын жеңілдетілген зарядтау тоғын қамтамасыз ететін күн батареясын қолданған жөн. Жалпы жоғарыда аталған факторларға сүйене отырып, күн батареялары мен қосалқы жабдықтарды таңдау үшін келесі мәселелерді білу қажет. Біріншісі ол сіздің қондырғыңызға ай сайын қажет электр энергиясының мөлшері, яғни киловаттпен өлшенеді. Бұл деректер күн батареясын таңдау үшін қажет. Оларды электр энергиясын төлеу үшін коммуналдық шоттардан алуға немесе егер